Сәлем достар, арнама қош келдіңіздер. Сіздердің әрқайсыларыңыз скримермен кездескен шығар. Ойын, кино немесе жай ғаламторда. Ол нақты не екенін айтайын. Ғаламторда кеңінен таралған шок-контент. Тып-тыныш отырғанда атып шығады. Бұл видеода ең танымал скримерлер жайлы айтамыз. Скример балалар қорқынышы ма? Арқадағы маймыл. Бұл социалды жарнама нашақорлыққа қарсы 1970 жылы әлеуметтік ақпарат орталығымен жасалған. Жарнамада күрделі маймыл ойыншығы тәрелкені ұра бастайды. Ал кішкентай қыздың дауысы нашақор адамның арқасында маймыл бар деп айтады. Бір кезде ойыншық тоқтап қалады. Камера жақындай бергенде айғайлап тұрған шынайы маймылға ауысады. They say people addicted to heroin have a monkey on their back. Isn't that cute? Бұл видеоны ең алғашқы скример деп атауға болады. Алайда бұл термин 2000 жылдары пайда болды. Ресейлік танымал телекомпания. Скример деген сөз пайда болмай тұрып, бұрын кішкентай балаларды теледидар алдында қорқытатын. Компания 1987 жылы пайда болды, ал логотип 1990 жылы пайда болды. Логотип тарихы мынандай. Владислав Листьевтің әйелі музей Востокта жұмыс істеген. Үйіне бір масканы алып келеді. Маска ежелгі Қытай философы Го Сянды суреттейді. Осы маска компания логотипі болып қалды. 2017 жылы компанияның аты өзгерді. Қазір ол Digital деп аталады. Amigo Nightmares. Бұл программа Amigo компьютерінде адамды шошытатын. Осылай қорқытатын ең алғашқы программа осы деп есептеледі. 1990 жылы программа Патрик Эванспен жасалды. Программа тез таралып, ал исходный код авторда ғана болды. Nightmares қосылғанда фондық режимде істей беретін. Әрбір 5 минут сайын экранда бас сүйек фотоларын ауысып тұрды. Мына суретте бірдеңе дұрыс емес. Бұл ғаламторда танымал скример Джей Билл Маккартнимен жасалды. Басында өзінің жеке сайтында жүктелді. 2002 жылғы ақпан айында. Сол кезден ғаламторда көптеген көшірмелер пайда болды. Бұл флеш анимация жай ғана асханадағы фотода жасырынған. Көрерменге дұрыс емес затты тап дейді. Негізі фотода ешқандай қате болмаған. 30 секундтан кейін экран көзі жоқ айғайлап тұрған әйелге ауысады. Бұл скример Бэджин Вендис сайтынан алынған. Эдвард Монктың суретінен көшірілген. Бұл скример танымал болғаны сонша 2002 жылы Нью-Йорк Таймс бетіне шыққан. Ол жерде Джей Билл және сайты туралы баяндама жазылған. Кикия флеш скример. Қазір жоқ Тайвань форумында пайда болған. Ол 2002 жылы Natsuki деген біреумен салынды. Бұл ең алғашқы флеш скример деген қате пікір бар. Видеоның бірінші бөлігі судың жанында отырған баламен басталады. Артынан екі Қытай сөзі шығады. Аспанға қарап армандасаң. Артынан фото өзгереді. Бұл жерде бала қала көшесінде жүреді. Үстіндегі тағы сөздер пайда болады. Көшеде келе жатып мен көрдім. 1 секундқа скример пайда болады. Project Zero ойынынан алынған. Скримерден кейін Кикия сөзі пайда болады. «2006 жылы сәуірде Ки-Фи деген сусын өндіретін компания 20 секундтық 9 видео шығарады. Өзінің компаниясын осылай жарнамалады. Бұл видеороликтер адамдар арасында сынға алынды.
көбісі тиімсіз және қорқынышты деп қабылдады. Жарнамалар жағымды басталады, мысалы, жүріп келе жатқан көліктен, және жағымды әуені бар. Алайда бір кезде жарнамада зомби айқайлап атып шығады. Кейін компанияның сөзі және жүрек соққысы естіледі. Кейфи көрермендерден көп арыз шағымдар алады. Сөйтіп теледидардан бұл жарнамалар жоғалып кетеді. Кейбір адамдар бұл жарнама басталмас бұрын ескерту сөзі пайда болған дейді. Кішкентайларды, жүрек әлсіздерді көрмеге шақырады деп. Бірақ бұл дәлелденбеді. Жарнама көп отсылка тудырды. Мысалы, «Удивительный мир Гамбола» мультигінде «Интернет» деген эпизодында Кейфи жарнамасына пародия жасайды. Бір сценада Гамбола Дарвин аяқ асты веб парақшаға кіріп қалады. Солардың ішінен Кейфи видеосын көріп қалады. Huh? There's no ghost in this video. It's just a car driving down a... Scary Maze 2004 жылы шыққан флеш ойын. Джереми Винтер Роудом деген жігіт программист деп есептеледі. Бұл ойын қарапайым лабиринт. Оны өту үшін тышқан курсорын қолданады. Кішкентай нүктені лабиринттің жүргізу керек. Басты экранда ойыншының мақсаты 4 бөлігін өту керек деп жазылады. Ойыншы шет жаққа тимеу қажет. Алайда ойында 3 бөлім ғана. 3-ші бөлімді өткенде скример пайда болады. Әлемге Ривен Маккинел деп танылған «Изгоняющий дьявола» киносынан алынған скример. Ойын қазір жоқ. Джереминың сайтында жүктелді. winterroad.com. Скример өте танымал болды. YouTube'тағы видеолар реакциясы миллиондаған көрермендер жинап, ең танымал скример атағына ие болды. Камераға түскен елес Стив Зуранскиймен видео скример ретінде жасалды. YouTube'та As the World атымен белгілі. Қазіргі таңда видео 77 миллион көрермен жинады. Видео қараңғы бөлмеде ақ орындықпен басталады. Камерада түнде көру режимі қосылған. Соңына таман орындық қозғалып, артынан скример шығады. Ревен Маккинен беті. Автордың айтуынша елес болып, әйелі ойнаған. Бон Чон Дон, кореялық комикс. Ол жерде қан әйел жайлы. Және Бон Чон Дон Сеул округының официалды бірлікті білдіреді. Бұл оқиға шынайы болған. Соған себеп көп қабатты үйде болған қорқынышты оқиға. Оның аты Бон Чон Дон, аспан сақшысы деп аударылады. Бұл комикс қозғалатын скримермен танымал болды. Oh my god, my fucking leg. They're screaming from far away. Өкінішке орай комикс қазір істемейді, флештің өшуіне байланысты. Бірақ YouTube'тан көруге болады. Осымен бітті достар, арнаға тіркеліп комментарий қалдырыңыздар. Қазақша YouTube'дамыз.